Қыздың тұрмыс құрған алғашқы күні-ақ енесі оның бетінен салып жіберді. Себебі күйеуі сол түні оның бөлмесінде қалмай, онымен бірге түн өткізуден бас тартқан еді. Ене мұның себебін келіннің күйеуін ренжіткенінен деп ойлады. Қыз бұған таң қалды. Үйленер алдында мейірімді көрінген енесі осындай қатыгез екенін ол ойламаған еді. Алайда ол өзінің азапты өмірінің енді ғана басталғанын білмейтін. Бұрынғы әйелі бұл некені бұзбақ болған. Орамалдың арасына жасырын салып жіберген үйлену суретін қыздың жеңгесі тауып алды. Жеңгесі суреттегі әйелдің Джиханның туыс қарындасы екенін танып, оның ниетін де түсінді. Сондықтан ол бұл жайында Ханчерға айтпай, Джиханның анасын шетке шығарып алып, бәрін айтып берді. Джиханның анасы іштей ашуға булыққанымен сыртын білдірмей, өзінің білезігін шешіп жеңгесіне сыйлап, жақсы істедің деп мақтап қойды. Ол суретті қайтарып алмақ болғанда, жеңге қайта жұлып алып, менде сақталғаны дұрыс деді. Осылайша әйелдің айласы іске аспай, Джихан мен Ханчердің неке рәсімі сәтті өтті. Үйге қайтқан соң Джиханның анасы әйелді қатты сөкті. Сенің ақымақтығың кесірінен мен жеңгелерінің алдында ұятқа қалдым деп ұрысты. Бұл жолы ол әйелдің ісіне төзе алмады да оны сарайдан қуып шықты. Әкесі де қызының бұл әрекетін естіп, оны үйіне алып кетуге келісім берді. Ол қызының бұдан бұрынғы істегендерін де біліп қойған еді. Бірақ қызының айласы тым шала екенін айтып, уақыты келгенде ғана әрекет ет деп кеңес берді. Келесі күні ешқандай той шеруі де даңғырлаған барабанда болмады. Джиханның үйінен тек бір жүргізуші ғана келінді алып кетуге жіберілді. Ханчердің ағасы мұны оғаш көрсе де, жеңгесі әйелдер мұндай дәстүрге мән бермейді деп жұбатты. Сөйтіп ағасы, жеңгесі және Ханчер үшеуі бірге Джиханның үйіне барды. Үйдің ішінде ешқандай безендіру де жоқ. Джихан тек есік алдында тұрып қарсы алды. Қарапайым неке рәсімінен кейін олар неке куәлігін алды. Ағасы Ханчердің иығына тілектің белгісі ретінде төсбелгі тағып, артынан Джиханға сағат сыйлады. Ол олардың марқұм әкесінің сағаты еді. Бұл сыйлық ағасының Джиханды мойындауының белгісі болатын. Ал Джиханның анасы Ханчерға арзан әшекей бұйым сыйлап, үй ережесін сақта деп ескертті. Рәсім біткен бойда Джихан үйден кетіп қалды. Ал Джиханның анасы ағайындарын да қуып шықты. Ағасы Ханчермен қимай қоштасты, тіпті тамақ ішіп үлгермеді. Осылайша үйлену тойы осымен тәмам болды. Ханчер сарайда емес, көрші ескі үйде тұратын болды. Түнде екеуі ұзақ үнсіз отырды. Кейін Джихан баяу бөлмеге кіріп, қалтасынан неке сақинасын шығарып, Ханчердің саусағына салды. Артынша тағы бір қағазды, гинеколог дәрігердің визиткасын ұсынып, ертең түскі 12-де дайын болуын, жүргізуші оны алып кететінін айтты. Ханчер өзін қорланғандай сезінді. Ол ашуланып келісім арқылы тұрмыс құрғаным рас, бірақ мен де адаммын, мұндай қорлауға лайық емеспін деді. Джихан оған салқын дауыспен саған не керек? Шын ғашығымдай қарауымды күттің бе? Сен ақша үшін келдің, мен барлығына келістім. Енді тыныш жүріп, баланы дүниеге әкеліп, өміріңді сүр. Басқасын бере алмаймын деді. Ханчер үнсіз қалды. Джихан сарайдағы өз бөлмесіне оралды. Мұны анасы көріп қалып, неге Джихан келінмен бірге болмады деп күдіктенді. Ол мұның бәріне Ханчерді кінәлады. Ханчер ағасы бала кезінде жасап берген ойыншығын қолына алып, ішкі мұңын соған шағып, еденде жылап отырып, түні бойы ұйықтамады. Таңертең қызметші есікті қағып, таңғы аса келді. Ханчер киініп шыққанда, есік алдында енесі тұр екен. Ол келінді бастан аяқ шолып қарап, неге кеше түнде күйеуіңді өз төсегіңде ұстай алмадың деп сұрады. Ханчер ол өзі қаламады дегенде енесі шапалақпен бетінен салып жіберді. Бұл үйде ешкім маған қарсы сөйлемейді. Орныңды біл деді ол суық үнмен. Ханчерден түсіндің бе деп сұрады. Ханчер іштей ренішін басып, басын изеп түсінетінін білдірді. Енесі кеткен соң, Ханчер жеңгесінен келген хабарламаны алды. Жеңгесі одан ақшаны қашан алатынын сұрапты, өйткені қарыз беруші қайтадан қыспаққа алыпты. Ханчер бұдан әрі өзін ұстай алмай, көз жасына ерік берді. Сол уақытта анасы үйіне оралып, таңғы асқа дайындала бастағанда нағашысы Бейзені ертіп келді. Ол былай деді: біз енді туыс емес шығармыз, бірақ амандасып келуге болады ғой деді. Шындығында ол екеуі үйден шықпай тұрып ақ жоспар құрып қойған еді. Бүгін қандай тәсілмен болса да анасына Бейзені осы үйде қалдыруды көндіру. Бейзи үй қызметшісінен кеше түнде Джихан мен Ханчердің бірге жатпағанын естіп, іштей қатты қуанды. Ағасы мен әйел жеке сөйлесу үшін кітапханаға кірді. Әйел Джиханның әкесінің кездейсоқ қаза таппағанын, шын мәнінде сол өлімге өз ағасының кінәлі екенін білетін. Сол себепті ол бұған дейін де ағасының барлық талабын орындап келген екен. Ағасы тағы да сол тақырыпты қозғап, Бейзені кешіріп, оны қайтадан осы үйге кіргізуді өтінді. Әйел амалсыздан келісті, тек енді өткенді ешқашан еске алмауын сұрады. Өйткені екеуі бір қайықта еді. Егер бірі суға кетсе, екіншісі де аман қалмайды. Осылайша Бейзи тағы да үйде қалды. Бірақ ол Ханчерді кетіру ойынан айнымады. Әйел байқамай тұрғанда ол Ханчердің бөлмесіне кіріп келді де: енең өте өктем адам, менің келгенімді айтпа деді. Ханчер бас изеп келісімін білдірді. Бейзи дереу мейірімді түр танытып, онымен сөйлесіп, сырласа бастағандай болды. Ол Ханчерге кеше түнде Джиханмен бірге бола алмағанына өкініш білдіріп, оны жұбатуға тырысты. Ренжіме, себебі Джиханды анасы мәжбүрлеп ажырастырған. Ал ол бұрынғы әйелімен бір-бірін қатты сүйетін. Олар осы ескі үйде талай бақытты күн өткізген. Сондықтан саған жылы қабақ таныта алмай жатыр деді. Мұны естіген Ханчердің жүрегі шым ете қалды. Ал Бейзи болса, Джихан мен бұрынғы әйелі арасындағы махаббат туралы түрлі өтіріктерді айтып, Ханчерді әдейі намыстандырды. Түске қарай жүргізуші келіп, Ханчерге шығуға дайындалу керектігін ескертті. Бірақ Бейзенің сөзін тыңдаған Ханчер енді бала туу туралы ойлағысы келмеді. Ол жүргізушіге бармайтынын айтты. Жүргізуші дереу бұл туралы Джиханға хабарлады. Джихан сол уақытта ауруханада Ханчерді күтіп отырған еді.
Мұны естіген бойда үйге қайтып келді. Анасы да бәрін біліп ашуланды. Ханчер әлі де өз орнын түсінбеген деп ойлады. Анасы Джиханды есікте күтіп тұрды, ал Бейзи болса мәз болып көріністі қызықтап тұрды. Ханчер Джиханның есік қаққанын естіп қорқып, жатын бөлмеге жүгіріп кіріп, есікті іштен іліп алды. Джихан есік алдына келіп, қайта-қайта есікті қақты. Джихан ашуға булығып, есікті теуіп ашты. «Не болды? Неге бармадың?» деді ол. Ол ауруханаға бармаймын деді. Джихан ашуланып, «Сен ақша керек дедің, мен келістім. Енді келісімді орындауың керек. Әлде менімен ойын ойнап жүрсің бе?» деді. Ханчер ашумен Джиханның бетінен шапалақпен тартып жіберді де, «Мен ол ауруханаға бармаймын, әрі ол төсекте жатпаймын» деді. Ал Джихан болса бармасаң да болады деді. Өйткені ол Ханчерді бала табу үшін ғана алғанын айтты. Оған қандай әдіспен болғаны бәрібір еді. Кешке ол Ханчерге арнайы сыйлық дайындайтынын айтып, дайын болуын ескертті.